Бәріне сәлем. Бүгін таңертең ерте тұрсам, үйдің барлығына біреу бомба тастап кеткен секілді шашылып жатыр ғой. Қой деп алтын мына саусақтарымен бір шертіп қалып едім, залдың барлығы жиналып кетті. Осылай тап-таза қойдым. Одан кейін мына жақта кірім жиналып қалып, тоже бір шертіп қалып едім. Кірдің барлығы осылай жуылып шықты. Сонымен балконға жайып қойдым. Балаларға витаминдерін бердім Сибирскийдан. Одан кейін ыдыс аяқтың барлығы осылай жиналып қалып, тоже алтын саусақтарымен бір шертіп қалып едім. Барлығы орын-орнына жуыла кетті ғой. Сөйтіп бүгін енді алғашқы садикке баратын күні Аяшканың, сондықтан кішкене реттеп, шаштарын, прическасын жөндеп, шашын қиып, сөйтіп апарайық дедік. Мына жерде ұлдананы да алып алдым, больницаға апарамыз деп. Сөйтіп бірінші рет енді алғашқы салонға келуі, Аяжанның шашы деген туылғалы осындай әдем қалың андай өзінің прическасы тума осындай негізі күшті тұрады, өзіне де күшті жарасады, карияш. Сонымен бой жетпегеннен астына осындай ағаш орындық қойып қойды әпкеміз, кішкене отырсын, ыңғайлы болсын деп. Сонымен енді шашын негізі қидырғым келмеген, папасы қой қидырайық бүйтіп сіркеліп кетеді, күн ыстық деп еще шашын байламайды ғой бұл қыз деген. Сонымен қой деп под мальчишки дейді ғой, сондай ұлдарский қылып осындай шашын қиып тастадық. Күшті шашын қиған кезде ұйықтап қалған ғой. Сөйтіп садикке қалай жол тартып, осылай келіп бала паспортын, документтерін барлығын чеке-чеке қылып дайындап келгенбіз. Тапсырып, мына жерде енді біз немізді тобымыз таппай жүрміз өзімізше. Алғашқы садикке келген кездер негізі қызық қуақа, кішкентай болып сумочкасын барлығын дайындап салып алған. Енді бірінші кездері сондай болып келеді ғой өзі. Сөйтіп келсек, мына жерде бізді Балбөбекке жіберіпті, Балбөбектің тобы. Бұрынғы коллективімді көріп қалды. Негізі бұл садикте өзім істеген. Аяжан мына жерде енді потеря болып ойыншықтарға алданып тұр, балалардың барлығы қалған балалар көшіріп жатыр ғой, жылап Алғашқы садикке келген кезде енді осылай жылайды ғой, үйрен самайды. Кешкісін енді алып кетуге келсек, қызымыз жылап бізбен сөйтіп көрісіп жатыр ғой, қайда тастап кеттіңдер деп. Бірінші күні ой, тапочки түсіп қалды. Садик ұнады ма, Аяшка? Ұнады ма садик? Жаудың ішінде қалғандай жылап, сонымен енді үйге келдік. Келе сала кішкене тамағы қарылдап тұр екен, жөтеліп, қой қақырығын жұмсартып алып тастайын деп, осындай ингаляторға физрастворымызды салып, күштілеп тұрып булап, тамағын жібітіп алдым, қақырығын солай аламын мен негізі. Сосын мына жерде аппақ кілем болғаннан кейін тез кірлейді, сонымен кілемшілер келіп тұр екен. Кешкісін тамақ жаймыз ішіп болғасын, кілемдердің барлығын бер жердім. Осылай ертең 1-2 күндікте тап-таза аппақ қып кептіріп сөйтіп алып келетін болады. Енді қараңғы болып кетті. Негізі доставкаға кешкісін шығады екен бұл кісілердің барлығы барлық жерлердің жаңа кілемдерін алды. Осы спальнийдікін, біздің спальний залдікін барлығын бер жерді. Қараңыздар, осылай күшті болып қалды негізі. Сіздер кілемді негізі жудыруға бересіздер ма арнайы, или өздеріңіз есік алдында жуасыздар ма? Мен бұрын негізі есік алдында жуатым, қазір енді үлкен кілем болғасын күшім жетпейді.